Балалар, сендер ертегіні тыңдап ұйықтаңдар, мен сендерге бір жақсы ертегі айтып берейін. Торғай мен түлкі ертегісі. Қане, ертегіні тыңдап отырып ұйықтаймыз. Ертеде торғай мен түлкі арасынан қыл өтпейтін дос болыпты. Бірде түлкі қайда барса, торғай да сонда барады екен. Бірде түлкі сөз бастап: торғай бауырым, екеуміз бірлесіп егін егейік дейді. Содан екеуі бірігіп егін егеді. Бірде таң сәрісінен екеуі егін егеді. Таң сәрісінен екеуі егін егсе, егін жайқалып бітіп шығыпты. Содан екеуі егін жайқалып бітіп шығады. Түлкі айтады: торғай бауырым, егінді сен өзің ора бер. Мен анау төбешікке барып аспанды тіреп тұрайын. Әйтпесе аспан төбемізге құлап кетіп, егінімізді басып қалар дейді. Оған торғай келісіп жарайды дейді. Сөйтіп торғай өзі өгізді жегіп егінді ора бастайды. Егінді орып бітіп шыққан егін молынан беріп егінді орып, енді түлкі бауырым келе ғой, екеуміз бірігіп енді мына егінді жинайық дейді. Түлкі: торғай бауырым, өзің жинай бер. Мен мынау аспанды тіреп тұрмасам, аспан түсіп кетіп, бидайымызды басып қалар деп тағы келмейді. Оны торғай өзі тазалап, оны қамбаға өзі артады. Сөйтіп егістікті жинайды тазалап. Оны бәрін болып, торғай бәрін әдемілеп тазалап қойғаннан кейін түлкіні шақырады. Түлкі бауырым, келе ғой. Мен енді егінді орып қойдым, жинап қойдым. Енді екеуміз бөліп алайық дейді. Сол сөзді ести салысымен түлкі жалма-жан қасына жетіп келіп, егінді бір шелегі саған, екі шелегі маған деп қолына шелекті ала бөле бастайды. Оған торғай үндемейді. Аспан тіреп тұрған оңай дейсің ба? Мен көбісі мен алайын дейді. Сөйтіп торғай егілген астықтан бидайдың көбісін түлкі алады. Торғайға өзі сенің жұмысың оңай дейді да оны аз береді. Содан торғай өзіне тиесілі бидайын алып ұшып келе жатса, алдынан ит кездеседі. Оф деп: әй торғай, неге сен көңілсізсің дейді. Неге көңілсізсің? Оны естіген торғай оған жайды түгел баяндап береді. Оған ит ашуланып кетіп: торғай, мені сол түлкінің қамбасына алып бар дейді. Оны торғай түлкінің қамбасына алып келеді. Сөйтіп қамбасына алып келсе, ит келеді де торғай түлкінің қамбасының астына кіріп тығылып жатады. Ертесіне түлкі өзінің астығын тартпақшы, диірменге апармақшы болып келіп, бас салып қамбасына кіре берген кезде екі құлағын едірейтіп, ит түлкіні қуалай жөнеледі. Сөйтіп түлкі қаша жөнеледі. Астықты да, бидайды да тастап қаша жөнеледі. Содан ол торғай өзінің үлесін молынан алады. Қараңдаршы балалар, мұнда біздің торғай мен түлкінің бірлесіп еккен егіндерін екеуі теңдей бөлу керек, балалар. Дос деген бір-біріне қиянат жасамау керек. Ал мұнда түлкі дұрыс жасамады. Түлкі өзі бірігіп еккеннен кейін оны бірігіп екеуі оруы керек еді, бірігіп жинау керек еді. Ал ол болса ең жеңіл жұмысты алып аспанда тіреп тұрды да, екі ортада ол бар еңбекті кім істеді? Торғай істеді. Міне, өсті ит өз әділдігін тауып берді. Міне балалар, ертегі осымен аяқталды.